Сәлем достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді турецкий нанның рецептімен бөлісетін боламын. Лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Нанымыздың қамыры тез әрі жақсы көтерілу үшін біз ең алдымен опора жасап аламыз. Ол үшін жылы сүтке қайнап тұрған ыстық суды құйып, 2 ас қасық шекер салып, араластырып, үстіне 5 грамм дрожжымызды саламыз. Дрожжды неғұрлым аз салсаңыз, қамыры соғұрлым жақсы болады. Себебі наннан ашытқының дәмі, иісі шығып тұрмайды. Араластырып болған соң, бетін жауып, 15 минутқа жылылау жерге қалдырамыз. 15 минут өткен соң, бетін ашып, осылай дрожжымыздың көпіршіп, бетіне қарай көтеріліп шыққанын байқаймыз. Мен өзім бөлішке, самса, бауырсақ не нәрсе жасасам да, ең бірінші осылай опора жасап аламын. Өйткені өте тиімді, тез көтеріледі, әрі дрожж аз қосылады. Енді осының үстіне тұзды, сұйық майды құйып, араластырып, ұнымызды жарты бөліктен сала отырып, жақсылап, қолға жабыспайтындай етіп, қамыр илейміз. Илеп болған соң бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. 1,5 сағат уақыт өтті. Осылай бетін ашамыз, жақсы көтерілгенін байқаймыз. Енді пленка төсеп, қолымызды осылай майлап алып, қамырымызды 3 бөлікке бөліп, майдың көмегімен дөңгелек пішінге келтіріп, пленканың бетіне қойып шығамыз. Осы бөліктердің бетіне майды қолымызбен осылай сәл-сәл жағып, пленкамен бетін жауып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. 15 минут өткен соң бетін ашып, осылай бір бөліктен табаға сала отырып, бетін осылай тегістеп басып, саусақтарымыздың көмегімен видеодағыдай етіп, узор жасап шығамыз. Бір ескеретіні, қолымызды суламаймыз, тек майдың көмегімен осылай басып шығамыз. Пергамент қағаз төсеу міндетті емес, жоқ болса табаны майлап, осылай нанымызды салып пісіре береміз. Узор жасап болған соң, нанымызды осылай 5 минутқа қалдырамыз. Осы уақыт аралығында бір жұмыртқаны алып, жақсылап араластырып, 5 минут өткен соң, жаңағы нанымыздың бетіне жақсылап жағып шығамыз. Әсемдеу үшін күнжіт не сиданды табаға қыздырып алып барып сеуіп шығамыз. Егер осылай табаға қыздырып барып сепсеңіздер, оның піскеннен кейін дәмі ерекше болып шығып тұрады. Сеуіп болған соң, енді қызып тұрған пеште күнделікті өздеріңіз нан пісіріп жүрген градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Нанымыз осылай пісіп шықты. Осымен өте жұмсақ әрі дәмді турецкий нанымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.